Қыс мезгілінде көптеген жұмыс иелері жұмыссыз қалатыны анық. Бірақ өмір сүру тоқтамайды. Әр адам өзінің азығын тауып, өмір жалғасады. Бірақ бүгінгі кейіпкеріміз өзінің жалқаулығының арқасында ақымақ әрекетке барған. Оның ойынша 5 баласының біреуін өлтірсем, қалғандармен бақытты өмір сүрем деп ойлаған. Қандай ақымақ ой десеңші, бұндай қадамға не себепті барды, ақыл ес дұрыс па? Сотыға қандай шешім қабылдады? Осы сұрақтарға бүгінгі бейнеде жауап беріп көретін боламыз. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Жұмабек, бейне YouTube арнасына қош келдіңіздер. Видео басталмас бұрын лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Достар, келесі бейнеден бастап өзінің ойын ашық жеткізген топ 3 пікірді видеомызға шығарып отыратын боламыз. Белсенділік көрсетуді ұмытпайық. Сіздерді пікір алаңында күтеміз. Түркістан облысы Құт-Арыс ауылында тұратын Абдыраштар жанұясы. Отағасы 50 жасар Амиржан мен жары 45 жасар Анар. Амиржан 5 баланың әкесі. Қыс мезгілі болғандықтан уақытша жұмыс жасамайды. Демек, тұрмыстық жағдайы төмендеуге келеді. Тұрақты табысы жоқ. Балаларымды қалай асыраймын деген оймен депрессияға түскен Амиржан әйелімен сөйлесіп жан сырын ақтарған көрінеді. Өмір сүргін келмейді деген Амиржанға әйелі қолдау көрсетіп демеу берген екен. Бірақ бұл қолдаудың күші ұзаққа созылмады. Әкесі кіші баласы Арманды ертіп алып, орманға отын жинауға жол тартты. Арманның бойында ешқандай қорқыныш сезімі жоқ. Себебі арқа сүйейтін жанында әкесі бар. Бірақ өзінің туған ұлын балтамен шауып өлтіреді деп кім ойлаған? Алдында кетіп бара жатқан Арманның басына әкесі Амиржан балтаның артымен бір рет соққы жасайды. Артынша есінен танып қалған баласын көтеріп, жерден шығып тұрған томардың үстіне ыңғайлап қойып, балтаның үшкір жағымен мойнын шауып тастайды. Кәдімгі ет жапқан секілді баласын балталаған әкенің бойында ешқандай өкініш сезімі жоқ. Енді ол қалған 4 баласымен бақытты өмір сүреді. Әке осылай ойлады. Бірақ бұл іс ол ойлағандай оңай жабылмайды. Балталанған баласын көрген ананың сезімі қалай болды екен? Жүрегі қағайырылған болар. Жедел жәрдем келіп, баланы ауруханаға жеткізеді. Бірақ бұндай ауыр жарақаттан бала сол жерде қаза тапқан. Ал полиция қызметкерлері 50 жасар Амиржанды бірден тұтқынға алған. Бұл оқиғаны естіген адамның алғашқы сұрағы не себепті бұндай қадамға барды? Материалды жағдайынан шаршаған Амиржан алғашында өзіне қол жұмсамақ болған. Бұл туралы өзінің жан-жары Анармен сөйлескен көрінеді. Артынша ойын өзгертіп, өзінің кіші баласынан құтылуды жөн санайды. Тіпті балаларын көзінше де кенжесін өлтіремін деген әңгімелер айтылған. Бірақ бұл әңгімесін ешкім елемеген көрінеді. Медицинаға жүгінетін болсақ, шизофрения синдромын алсақ болады. Қысқаша түсіндірсем, мінезінің өзгеруі, уайым ойдың жиі болуы, ойлау қабілетінің бұзылуы секілді белгілермен анықталады екен. Адам өлтіруге дініміз исламда қарсы. Исламда қалай делінген? Егер кімде-кім бір мүмінді қасақана өлтірсе, оның жазасы жаһаннамда мәңгі қалу. Алла оған қатты ашуланады. Оған лағнет айтып, және үлкен азап дайындайды делінген. Әрине біз ешкімге тозақ тілемейміз. Дегенмен бейкүнә сәбидің өмірін қиған адам өзінің лайықты жазасын алу тиіс. Сот шешімі бойынша 50 жасар Амиржан 15 жылға түрмеге бекітілді. Бұл оқиға осылай аяқталды. Достар, арнада видео жиі шыққанын қалайтын болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл біздің арнамыздың дамуына үлкен септігін тигізеді.